Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырдақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қойдың өкпесі, жүрегі, бүйрегі және де еті қажет болады. Құйрық май, бауыр және де пияз қажет. Ең алдымен барлығын турап дайындап аламыз видеодағыдай. Одан кейін қазанымызды қыздырамыз. Майдалап туралған іш майымызды қызып тұрған қазанға саламыз. Майы шыққанша осы қазанның ішінде қуыратын боламыз. Жай-жай қозғап тұрамыз. Осы видеода менің жаңадан алған газымды көрсеткім келеді. Осындай Түркия мен Россияның бірігіп жасалған даушыр деген осындай плитасын қолданып жаңадан алдық. Осындай үлкен көзді, 5 көзден тұрады және де духовкасы да өте үлкен. Және қазанымыздағы майларымыз шыжғырылды, майы бөлініп шықты. Ішінде қалған шыжықтарын алып тастаймыз. Және де майымызды құямыз. Жаймендеп салып бастаймыз еттерімізді. Жүректі саламыз, бүйректі, етімізді саламыз. Және де өкпемізді салып, барлығын қызып тұрған майда қуырып бастаймыз. Араластырамыз жақсылап. Асты қатты тұрғаны жөн, себебі басында жақсы қуырылғаны жақсы, өйткені жаңа сойылған ет болғансын қызып тұрған майда қуырамыз. Қайта-қайта араластырамыз, асты жабысып қалмауы қажет. Жиі-жиі ашып араластырамыз. Пиязымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Осы орайда тұзымызды саламыз дәміне қарай. Тағы да араластырамыз. Қойдың жас еті болғандықтан әдемілеп қуырамыз. 20 минут, 30 минут қуырылғаннан кейін суымызды құйып, тағы да жай отқа қойып қайнататын боламыз. Ет жұмсақ болғаны жақсы. Тағы да 1 сағаттай қайнатсаңыз өте жұмсақ болады. Мен 1 сағаттай қайнаттым. Енді картоптарымызды ірі-ірі етіп, осылай кесіп аламыз. Ірілеу болғаны жақсы, қуырдақта өте әдемі болып көрінеді. Осылайша бүкіл картопты кесіп дайындап аламыз. Мен көп көлемде жасадым, себебі біздің үйдегілер картопты өте жақсы көреді. Қуырдағымыз дайын болған кезде бетіне себу үшін пиязды осылай аздаған мариновка жасап аламыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз осындай. Және де қалауынша қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Және де менде күйдірілген уксус шашлыкке қолданады. Білетін боларсыздар барлықтарыңыз. Осыған пиязымызды жақсылап езгілеп аламыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Маринатталған пияздар дегеніміз осы. Қолымызбен жақсылап езгілейміз. Және де бетін жауып, тамағымыз піскенше қойып қоямыз. Осы тұста етімізге кішкене бұрыш саламыз. Тағы да 1 рет араластырып, бетін жауып қоямыз. Етіміз жетерлікте қайнады. Картопымызды саламыз, жақсылап араластырып, бетін жауып, 20-30 минутқа картоп піскенше қоямыз. 20 минут болған кезде, пісуіне 5 минут қалғанда бауырды салып қоямыз. Міне осымен біздің қуырдақтарымыз дайын болды. Бауыры да, картопы да бәрі пісті. Дайын болған асымызды жақсылап араластырып, табағымызға саламыз. Жаңағы маринаттап қойған пияздарымызды бетіне сеуіп, жақсылап қонағымызға ұсынамыз. Осымен біздің қуырдақтарымыз дайын. Каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.